Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте тойымды әрі дәмді салаттың рецептісін ұсынғым келеді. Мерекелік дастарханға болсын, барлық дастарханға үйлесім табатын салаттың бір түрі міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушағына баса кетіңіздер. Сол кезде әрбір салған видеомды жіберіп алмайсыздар. Бірінші кезекте қиярымызды турап алатын боламыз. Қиярды өзіңізге ұнайтын кез келген формада турап алсаңыздар болады. Енді қиярымызды турап болғаннан кейін тұзы сіңіп тұру үшін кішкене тұз салып араластырып қоямыз. Келесі кезекте үстіне асылған картопты турап салатын боламыз. Дәл осылай турап салсаңыз да болады, немесе өзіңізге ұнайтын формада турап салсаңыздар болады. Сосын тауықтың төс етін турап салатын боламыз. Мен суға қайнатып пісіріп алдым. Бұл тауықтың төс еті асылған кезде кішірейеді. Сондықтан шикі күйінде 200 грамм аламыз. Одан кейін корнишон саламыз. Білмейтіндеріңіз болса, көріп тұрғандарыңыздай кішкентай қияр. Бұл кезде ірілеу болса, екіге бөліп саламыз, ал майдасы болса, сол күйі сала беруге болады.